Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода сіздермен осындай дамы тіл үйретін Прага тортының рецептімен бөлісемін. Бұл тортымыздың коржы өте жұмсақ, нәзік болып шығады, және біз бұған пломбир кремін қолданатын боламыз. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Ұн, какао және қопсытқышты осылай бір ыдысқа салып араластырып қоямыз. Жұмыртқаның сары уызын ақ уыздан ажыратып аламыз. Сары уызын шамамен 30 секундтай миксерлейміз. Енді үстіне ванилин саламыз. Және шекеріміздің жарты бөлігін салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның сары уызы көбейіп ағаруы қажет. Шамамен 3-4 минут кетеді. Осындай масса шығуы қажет. Не осындай масса шығады. Енді бөлек ыдысымызда жұмыртқаның ақ уызын миксерлейміз. Ол үшін қалған шекеріміздің жарты бөлігін қосамыз. Миксердің ең жай жылдамдығынан бастап, кішкене жылдамдықты арттыра отырып миксерлейміз. Массамыз осылай көпіршіп, көбейе бастағанда шекердің барлығын қосамыз, қалған бөлігін. Бізде қою масса шыққанша миксерлеуіміз қажет. Міне осылай із қала бастайды. Және венчигімізден осылай көтергенде ағып кетпеуі қажет. Енді біз екі массамызды біріктіреміз. Осылай лопатаның көмегімен 3 бөлікке бөліп, 2 бөлігін бөліп саламыз. Лопатаның көмегімен осылай жаймен астан үстінен қарай араластырып алыңыздар. Сонда біздің массамыз түсіп кетпейді. Өзінің үлпілдей қалпын сақтап қалуы қажет. Міне екінші бөлігін салып алдым. Оны да лопатамен осылай араластырып аламыз. Енді үстіне біз сухой ингредиенттерімізді саламыз. Осы електің көмегімен 2 бөлікке бөліп араластырамыз. Енді қалған бөлігін саламыз ұнымыздың. Үстіне қалған ақ уызымызды саламыз. Үшінші бөлігін салған жоқпыз әлі, соны саламыз. Өйткені біздің массамыз қою болып қалады. Сол себептен үлпілдей қалпын сақтап қалуы үшін ең соңынан осылай қосамыз. Енді үстіне алдын ала ерітілген және суытылған сармайды құйып шығамыз. Лопатаның көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Корждарымыз өте жұмсақ болып шығады. (22 сантиметрлік формаға осылай құйып аламыз. Қызып тұрған духовкада 30-40 минут пісіріп аламыз. Оған дейін кремімді дайындаймын. Мына жерде какао және крахмал. Және оның үстіне шекер. Осындай құрғақ ингредиенттеріміздің барлығын араластырып аламыз. Үстіне бір жұмыртқаны жарып саламыз. Бұл біздің қайнатпа креміміз болады. Үстіне сүтті толықтай құйып,
венчикпен бір шама араластырып аламыз. Біркелкі енді бізді торт қылып жинау ғана қалды бізге. Осылай сүтпен пропитать етсеңіздер болады. Немесе суды қолдансаңыздар да болады, шекер салып. Дәл видеода көрсетілгендей жинаңыздар. Коржы өте жұмсақ болып тұр. Ең соңғы үшінші коржымызды қоямыз. Негізі Прага тортының ең бетіне абрикосовый джем қолданылады, бірақ маған осындай орман жидектерінен жасалған джем қатты ұнайды, сол себептен мен осыны жағамын бетіне. Өздеріңіздің қалауларыңызбен басқа түрлі джем қолдансаңыздар болады. Шетін толықтай креммен жауып аламыз. Енді холодильникке 1 сағатқа қойып аламыз. Үстіне ерітілген ганажымызды құямыз. Шеттерін осылаймен шоколадты ағызып қоямын. Бұл өте бір аппетитный көрінеді. Үстіне Прага деп жазатын боламыз. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызбен әсемдесеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, өте нәзік шоколадный торт шығады. Егер сіздер каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет, сіздермен бірге болған Гүлзира.